Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге мерекелік тіске басар сырные шарикиді қалай жасау қажеттігін көрсететін боламын. Ешқандай қиындығы жоқ. Барлық ингредиент төменде көрсетілген. Ең алдымен ас көгімізді ұсақтап турап алатын боламыз. Содан соң қатты сырымызды күштің ең кіші көзінен өткізіп аламыз. Барлық 400 граммды өткізе беріңіз. Содан соң 350 грамын бөлек ыдысқа, 50 грамын бөлек ыдысқа бөлек салып алғаныңыз жөн. Содан соң қызылшамызды дәл сондай етіп өткізіп аламыз. Ендігі кезекте 2 тіс сарымсағымызды майдалап аламыз. Содан соң 350 грамм қатты сырымыздың үстіне салып араластыратын боламыз. Және 2 ас қасық майонезді қосуды ұмытпаңыз. Және жақсылап тұрып араластырамыз. Осылайша достар, дайын қоспадан қол көмегімен шариктерді домалатып бастайтын боламыз. Содан соң ең алдымен дайындап алған ас көгімізге домалатып аламыз. Содан соң келесі шарикті қызылшамызға домалатып, үшінші шаригімізді сырымызға домалатып аламыз. Барлығының сыртына бір келкі жақсы тиюі қажет. Сол кезде біздің тіске басарымыз өте әдемі болып тұрады. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Осылайша барлық қоспамызды домалатып шарик етіп, сыртын әдемілеп безендіріп шығамыз. Ас көгімізбен, сырымызбен, свекламызбен. Достар, еш қиындығы жоқ, ал сіз үшін 5 минутта осындай тіске басар жасау оңай ғой. Сіз де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.